Бүгін Құрамышғалынан 1089 күн эфирде заман студияда сілерінімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Киевде Донбасс қамачауының иштиракчылары ве полиция арасында чатышмалар олып кечті. 5 инсан яқаланды, ләкин сабаға олар азат етілді. Қамачав тарафдарлары президент мемориятының бинасына блок етмеге істеділер, ләкин полиция қадимлері оларны бинаға яқын біле қоймадылар. Акцияда миллет векілері Семен Семенченко, Владимир Парасюк ве Егор Соболевті иштирак еттілер. Наразылық иштиракчылары полиция тарафына петардалар атмаға башладылар. Нетижеде олып кечкен қалбалықта тахменен 10 инсан яраланған, олар арасында депутат Соболевте бар. Мы соберем здесь штаб блокады торговли на крови вместе с активистами и примем решение, что делать. Пока по горячим следам пригласили всех людей, которые завтра на работе, в 19 на вече. Визволити людей, організуватися тут. Вже бачите, перша допомога надходить. І як тільки нас буде більше, будемо ставити парламент и президента на місцях. Старыми майданівськими методами. Сначала мы пошли к Ивана Франка памятнику, там была речь, дальше пошли под администрацию президента, там тоже мы там остановились, то есть были разговоры, общались, принесли одну палатку, у нас милиция попыталась ее забрать, несли снизу вверх на Институтську. Ми тут знаходимося зранку для забезпечення спокою та порядку під час проведення цих масових заходів. Тут було декілька сутичок, і вони весь час таким, в одному місці, часть там на Інститутській, часть тут. Отут троїх забрала швидка. Киевнің Мұстақылық мейданында училы велсі майданда иляк олғанларына аңалар. Шымданда мұхбирмас Эльвина Сейдбулаева бұлына вео тafsilatlı жабылы. Эльвина Мұстақылық мейданда шымды не олай ішсең, шымды сені діңлейік бұйыр. Селям алейкум, Шевкет, шымды бізлер Киев мейданында. Селям алейкум, Шевкет, шымды бізлері Киев мейданында Аллея Небесін Сотни соқағында бұлынамыз. Сабадан башлап, инсанлар Меркези мейданындан, Мұстақыл мейданындан Институтка соқағына ел алалар. Тамам бұл ерде учил евелсі ең чоқ инсанлар Беркут ве милиция хадимлері тарафындан өлдірілді. Менің артымдан енді чоқ инсанлар топлана, олар эляк олғанларының хатыра тақтасы янына келіп, бұн чемберлеп қоялар вечерақларны яқтыралар. Тәдбір милигеннен башланды, сүкінет дақасынен девам еттірілді. Келгенлерінің чоқысы Украинаның чешет вилаятлерден, әмде Сумы, әмде Винница, әмде Львов вилаятлерден келділер. Осылерінен бірабер бала веторынларыны да кетірділер. Олар үшін бұл ән мұйым күнлерден бірі сайла, келін соларына дінлейік. Біль, це вічний біль, він ніколи не пройде. І скільки буду жити, буду ходити, молити за них і ложити до їх пам'ятника квіти. Ці молоді люди положили свої життя заради нас, які живі ще і за стариків, і за молодіж, і за діток, за наших. І, на мою думку, вже пора переходити від слів до діла, звільняти нашу державу від ворога, від окупанта. Хатыра тәдбірде чоқ инсанлар, олар расында әмді яшлар да бар. Да тәфсилаты малюматыналарны біздер келечек ярларымызда икәйет етечекміз. Студия. Чоқса ол Эльвина шымды жаңлы бағымызда мұхбирмас Эльвина Сейдбулаева майданда олып кечкен вақиялар ақында икәйетті. Қырмазат Улуновы Бірлешкен Америка девлетлері оғынде тұрған ilk меселелерден бірі олмалы. Бұны Украина президенті Петро Порошенко, Американың вице-президенті Майк Пенселе өткерілген көрушывынден сон білдірді. Пенсесе Мюнхенде қапсызлық конференцияда Русия Украина территориясында япқан әрекетлері үшін месулетлі олғанны білдірді. Русияны месулетлікке желп етмек керекміз. Ол Минск аңлашмалары черчевесінде өз бойына алған шейлеріні бежермек керек. Украина шарқында олған тежавуз тоқтатылмақ керек. Америка Русия месулетлі олмасыны талап етмеге девам етежек.
Русия ресми шекілде озыны ЛНР ве ДНР кібейлан еткен жұмхуриетлерінің весиқаларыны таныды. Февральның 18-інде Русия президенті Владимир Путин Украинаның ишғал олынған топрақларында берілген весиқаларының танылмасымен бағлы емірні имзалады. Путинның фирманына көре Русия ЛНР ве ДНРді берілген паспорт, тасил весиқаларыны, доғыв, өлім, евленме ве айрылу шеядетнамелері ве араба весиқаларыны таный. Украина президенті Петро Порошенко Русия бұ весиқаларыны танығаны Донбасста Русия тежаузы олғанына избаттыр деді. На тот период, пока не будет Минск анlaşması yerine getirilmegенне kadar президенттің еміріне көре Донбасс сакерлерінде олған весиқалар танылажақтыр. Бұл весиқалар бойынша олар қануни шекілде Русияге келе білелер. Весиқалар есасында Русия бойынша авиа ве демір жол васитасымен қолдана білежеклер. Донецька і Луганська. Для мене це є черговий доказ. Русия тежаузы ве ишғалі олғаны ве Русия халқара қануларына бозғанны таздықлай. Олар бұл қарарны ұтанмастан Мюнхенде қапсызлық конференциясы өткерілген уақыт қабыл еттілер. Қырымда Русия сыңыр бекшілері сабық аскер бірлешме азасы Сейт Ибраим Зейтулаевны тұтқанлар. Ота февральның 8-інде апске алынған, ләкин хабер тек ратлық күнлері пейда олды. ФСБ берген малыматқа көре Зейтулаев санки аскер бірлешме азасы олған весиқасынен сыңыр кечтінден дегілде сыңырны қанунсыз кечменге тырышқан вақыт тұтылғандыр. Шымдуақ межеттің таққат изоляторында тұтыла, ешғалжелер оңа қаршы сыңырны қанунсыз кечуф маддесі бойынша жинайы еш açtı. Саяси мабус Муслим Алиевны ишгалжилер махкемесі тақиқат изоляторындан шығармаға разы олмады. Бұны оның адвокаты Сергей Легостов Қарамның Юқары Рус махкемесінде бақылған шикаетінден сон білдірді. Оның сөздеріне көре ишгалжилер махкемесі апстет тұтмақ себеплеріні açıqламаған. Евелсі Ахмеджеттің Киев район махкемесі Алиевке апстет тұтуына апрелінің 8-іне қадар девам еттірген еді. Оны бір ел евелсі Хизбут Тахрирге алақасы бардыр деп Алушта живарындаки Юқары Шума көйінде яқаладылар. Муслим Алиев білдіргенне көре, оңа қаршы бақылған иш сияси сымарыштыр. Посчитали, что он может уничтожить вещественные доказательства, которые... Қадылар айтқанларына көре, осанки мақсус қызметлерінің бинасында сақланған избатларына йоқ ете біле екен. Шаатлар ве ішінің дигер іштіракшілеріні қорқыза біле екен. Яда яңын жинайет япқанындан қорқа екенлер. Не Алиев, не де ішінің дигер іштіракшілерінің қанунсыз әрекетлер япмаға ве қачмаға ниетлері йоқ. Қадылар есе евелден о не япа білгеніні біле екенлер. Муслим Алиев оңа незбетен бақылған иш сияси сымарыш олғанны білдіріп, қады коллегиясы ве прокурор іштен шығарылмасыны талап етті. Ләкин қадылар бұны да еріне кетірмеділер. Қырым бізімкі дегел бөлешер алтында Москва ве Санкт-Петербургта Қырым татарларға қол тұтып акциясы өткерілді. Петербургта бірдемлік акциялары кечті, оларына стратегия 18 бірлігі ерайынан 18-інші күні тешкілеті. Фальжилер Қырым Украинаға қайтарылмасы, ярмадаға Қырым татар мұқтар жұмхуриеті статусы берілмесі, сияси мабуслер Азат Улуновы Кремльнің сиясетінен разы олмағанларға қаршы репрессиялар тоқтатылмасыны талап еттілер. Қырымда Номан Челебеджихан қатырасына эдебият конкурсына башладылар. Анда 5-11 сынып талебелері иштирак ете біле. Иштиракшілер Номан Челебеджиханның шиырлерінден бірі яда дигер ватанпервер шиырлеріні ezberden айта білелер. Бұне берабер Челебеджиханның яшайышы ве фалиеті аққында презентация тақдимнаме азырлай білелер. Бұл конкурс милли әрекет иштиракшілері ве жемат эрбапларының тешебусы ile кечіріле. Bu yarışın esas maksadı bu uzun vatanına sevgi duygusun göstermege. Böyle ifadeli okuv diplomasiya tarafından bizim Kırım Tatar belli bekimde bek belli olmagan ama böyle vatanperver şiirlerin okumaga, ifadeli okumaga ve prezentasyonu yapmaga.
Милли әрекетінің бүлбүлі Шефиқа консул 80 яшыны толдырды. Бақшысарайда оны хайрламақ үшін милли әрекет иштиракчылары медениет, илим ве тасил эрбапларының иштирагы байрам тешкіл етілді. Шефиқа консул 1937 сенесі февралінің 18-інде Бақшысарай районының Коккос койынды дүнияға келді. Генчлікте, сұрғынлікте болуnar екен, милли әрекетке қошыла гүзел сес сайыбы олғаны үшін оны милли әрекет бүлбүлі деп айталар. Бұндан да ғайры о музыка ве Ерлар için şiirler yazı. Bizim Kırımtatar halkımızın tarihinde öyle acayip insanlar var, öyle acayip kadınlar var. Rahmetli Zampir atamız, Ayşe Muratova, bana bugünkü bizim kahramanımız Şefkata konsul. Onlar uzun yaşayışlarını bizim milletimizge bağışladılar. Elbette bu acayip hanımların balalarımız. Çünkü nasıl diyeceğim bu vatan duygusu onların bizge geldi. Şefkatli de Allah sağlığını versin. O kadar işler yapıp geldi. O bugün de bu kıvancı görmeye layık edildi. Bu bizim vatanımız. Vatanda biz yaşayacak. Biz vatanda Kırım Tatarı olarak yaşayacak. Şefika Hanım konsul bizim milletimiz için pek mühim insandır ve biz yaşlılar böyle insanlara hürmetimizni göstermek gerekmiz ve onlardan örnek almak gerekmiz. Büyükten büyük her bir teşkilatçıga mümkün olsa ellerini öper edim, teşekkürleri aytır edim. Onlar benim gibi eski başlılarga itibarlarını urf adetler olarak unutmaylar, itibar eteler. Ana bugün bizde sonki derece özümüzün yibere verdik, şeynenlik aytamız. Buna biz barmız, yırlayımız, öz dilimizde laf etemiz. Siz közünüzün cüp olamazsınız, biz barmız. Ахмеджете Қырым ансамблі Ватан езгілері программасына тақдим етті. Концертте çalgıcılar белі ем ұнытылған Қырым татарын ағмелерін ижра еттілер. Концертте белі Қырым татар ержыларының фоторесімлері де тақдим етілді. Келгенлер бестекерларнен түркілеріні ерладылар, сонында есе Гүзел Қырым ерінен концертіні екінледілер. Vatan ezgileri. Şu adı büyük mana taşı, büyük kıymeti var onun bu sözlerinde. Çünkü gerçek vatan ezgileri degende biz birden şu halk havalarını gözge getiremiz. Ve şu havalar bizim için bizim temelimiz, bizim yüzümüz, bizim kimli olğamızını göstergen havalar. Toylar çalgandırım. Aleyhinde kartaygan sonra oturam da alıp gelir ben bugün ana bugün bu yüzden evden bakam beni karşıkalarım hepsi. Aselet bugünkü hazırlandık. Böyle mevsimin geçirmeydi. Büyük istekle geldik. Hem de pek çok güzel yüreğimizge yatkan böyle bir akşam geçirdik. Gerçekten desem her akşamını öyle daima uzun ailenin içinde gibi. Çok adamların bunda ben bilmeyeyim ama bana pek doğmuş geldiler. Birlikte yırlamağa pek yaxşı oldu beğendim. Çok sağ olunuz. Bu saat қазір olған соңки хаберіміз еді епіңізге қайырлы күндер тілеймін. Дайыма атырылы олыңыз, невбетеки яйынларымызға қадар сауықнен қалыңыз.